Көптен бері сіздерге көп ақпараттар берілмей қалды, және де курс барысында сілтеме өте ұзаққа байланысты көптеген кісілер қайталап қарамай ұмытып қалған жағдайлар болып жатыр. Соған байланысты мен керек деген ақпаратты сіздерге дәл осы видео түрінде 3-5 минуттың ішінде видео жасап сіздерге жіберіп отырамын. Алдағы уақытта қандай да бір жаңалықтар болсын, керекті ақпараттар болса, осында видео қылып чат ашылады, сол чатқа сіздерге жіберіп отырамын. Ең басынан бастап көптеген кісілер ұмытып қалған болу керек. Ноутбукты қолданған кезде біз көбінесе Google браузерді қолданамыз. Ол басқа браузерлерге қарағанда көптеген артықшылықтары бар. Әсіресе біз осы жұмыс жасаған Қытай мен бизнестің сайт тілін ауыстыру, 1688-ның сайт бетіндегі Қытай тілдерін, басқа тілдерін өзіңіздің қалаған тілге ауыстырғанға өте керек. Және де басқа да кез келген өзіңіздің керекті ақпараттарыңызды және де Google аккаунтқа байланысты Google Диск және YouTube каналдары осы бір аккаунтпен ашылады. Ол Google Диск бізге өте керек. Кез келген уақытта, кез келген жерде интернет болса, өзіңіздің керекті ақпараттарыңызды сол жерде көріп пайдалана аласыз. Сіздерге де ұсынатыным сол осы Google аккаунтты ашып, Google Дискті және де осы YouTube каналдарын ашып, арға жұмыс жасауларыңызға тиімді. Тек қана Қытай мен бизнес, бұл бүкіл жалпы осы салаға байланысты бүкіл өміріңізде қолданатын үлкен бір білім. Google қорында егер де сіздерде ноутбуктарыңыз жаңадан алсаңыздар, әлі де түспейтін болса, осы Google Play Market жақтан түсіріп алыңыздар. Қарап отырсаңыздар, осы Google браузер кіргеннен кейін ары қарай міндетті түрде аккаунтқа тіркеліңіздер. Мына оң жақ жоғары жағына қарасаңыз, міне мен өзім аккаунтқа тіркеліп отырмын. Осы Google аккаунтқа байланысты көптеген ақпараттар бар міне. YouTube болсын, барлығы осы Gmail болсын, барлығы осымен жұмыс жасалады. Егер де сіз әлі осы ноутбугыңызды жаңадан алсаңыз, болмаса ноутбугыңыздың ішкі программаларын жаңадан ауыстырған болсаңыз, Google аккаунт тіркелмегенде осындай болады. Егер де аккаунтыңыз бұрыннан бар болса, осыны жазып ары қарай кіріп жұмыс жасай берсеңіз болады. Егер де ендіден ашам деген болсаңыз, қарап отырсаңыздар, мынаны басасыздар, тіркеуді жасаңыз. Арғай жасағанда керекті ақпараттарды толтырасыздар, тегілеріңіз мысалы. Атыңыз, және де осы енді өзіңізге Gmail қалыптасады. Бұл жерге өзіңіз жазасыз. Көбінесе фамилияңызды, болмаса атыңызды жазған сізге ұмытпайсыз, және де есіңізде қалып отырады. Солай жазған сізге тиімді. Мысалы, ұшқын деп жазамыз. Ұшқын 1-2-3 десек те болады, цифр қолдасақ та болады. Және осыған құпия сөз міндетті түрде қоямыз. Арғай өздеріңіздің кез келген паролыңызды жазып болғаннан кейін арғай растаймыз. Келесі қадамға көшесіздер. Қарап отырсаңыздар, міне осындай біраз шартқа толмай қалған болуы мүмкін. Ол кезде сіз арқай қосасыздар. Мысалы 5, 6, 7, 8, 9 деп қосып көрейік, қалай болады екен. Қарап отырсаңыздар, енді қарап отырсаңыздар, міне Қазақстан нөмірі, болмаса басқа нөмірмен де тіркеле береді. Қазақстан нөміріне өзіңіздің телефоныңызда жазасыз. Жазып болғаннан кейін сізге бір SMS келеді. Сол SMS-ті жазғаннан кейін Google аккаунт сізге пайда болады. Дәл сол ары қарай жұмысыңызды жасайсыз. Google аккаунтқа байланысты өзіңіздің ақпараттарыңызды, фотоңызды қоясыз. Өзіңіздің телефон нөміріңізді жазасыз. Мысалы 877 92. Ары қарай жазғаннан кейін сіздің есебіне осы нөмірге келтеғат келеді. 6 саны. Сол арқылы тіркеліп аласыз.
тапсырсам болду. Google аккаунт осымен сізге жасалды. Сіз өзіңіздің бұл жерде Gmail'ыңызда YouTube канал ашсаңыз болады, Google Дискті және де осы аккаунтпен көптеген жұмыс жасауға болады. Сіздерге айтатыным, бәріміз осындай Google аккаунт ашып алыңыздар. Жақсы, келесі видеоны тағы да жасаймын. Керекті ақпараттарды осы видео күйінше сіздерге жіберіп отырамын. Және де осы видеолар ала қаласа, осының бәрін мен өзімнің YouTube каналыма салып отырамын. Егер кез келгенде керек болып жатқан жағдайда таппай қалсаңыздар, сол YouTube каналдан көріп, арқай жұмыс жасауыңызға болады. Егер де түсінбей жатқан болсаңыздар, әрине қайталап видеоны көресіздер. Көргеннен кейін тағы да болмай қателіктер кетіп алса, маған жекеме хабарлассаңыздар болады. Google аккаунт осындай болады, қарап отырсаңыздар міне. Google аккаунт. Сіздер оның кейін арғы фотоны және де керекті ақпараттарыңызды өзгертсеңіздер болады. Жақсы, осы видео осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.